Қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті бизнес серіктестер, құрметті оқырмандар. Бүгінгі екінші күнгі сабағымызға және де каналымызға қош келдіңіздер. Қайырлы білім болсын, мүмкіндігінше жазып алыңыздар. WhatsApp чатқа мен сіздерге фотоларды жіберетін боламын. Бүгінгі тақырыбымыз профиль сипаттамасы. Біз Instagram болсын, TikTok болсын, Facebook болсын, аккаунт ашқан кезде, немесе өз аккаунтымызды дәл осы сипаттама бойынша толтыратын боламыз. Профиль сипаттамасы бізде 6 бөлімнен тұрады. Логин, аватар, парақша атауы, профиль шапкасы, сілтеме сайт және де актуальный. Ол алтауының да атқаратын жөні бөлек және де өте маңызды рөл атқарады. Бірінші бізде логин. Логин арқылы біздің аты жөнімізді іздеп таба алады. Яғни поискқа кірген кезде мысалға біз кез келген әншіні іздейміз, тағы басқа іздейміз деген сияқты. Сол арқылы бізді іздеу арқылы дәл осы логин бойынша тауып ала алады. Екінші аватар ава. Парақша аватар, яғни қысқаша ава деп атаймыз. Бұл жерде сіздердің өздеріңіздің немесе бизнестеріңіздің логотипі тұруы керек. Семьяның, тағы да басқаның деген болмайды. Үшінші, бұл жерде парақша атауы. Енді қараңыздар, мына жерде ескере кететін жайт. Бұл жерде логин мен парақша атауы бір қызметті атқарады. Яғни мен кімді іздеймін, соны шығарып беретін жүйе болып табылады. Яғни профиль атауы бұл жерде логинмен бірдей қызмет атқарады. Яғни логинде менің аты жөнім жазылып тұратын болса, парақша атауында менің қызметім жазылып тұрады. Түсіндіңіздер ғой, сондықтан да бұл жерде шатастырмауымыз керек. Енді қараңыздар, мына жерде біз дұрыс толтыруымыз керек. Логинде біздің аты жөніміз жазылып тұру керек. Болмаса біздің бизнесіміздің атауы жазылып тұру керек. Точка, символ немесе жылдарыңызды жазып қоюға болмайды. Мысалға, логинге мен өзімнің аты жөнімді жазатын болсам, немесе өзімнің жұмысыммен бірге жазып қоямын. Мысалға, мен SMM-мін ба? Кеңлік SMM деп қойдым. Көрдіңіздер, нақты четко жазылған. Міне, логин деген мына жерде. Еңлік SMM деп жоғары жақта жазылып тұр. Көріп тұрсыздар ғой, дәл осы жерде. Еңлік SMM деп тұр. Бұл бізде логин. Екінші, бұл жерге енді өздеріңіздің фамилияларыңызды жазып қойсаңыздар болады. Аты фамилияларыңызды немесе қызметтегі аттарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Енді екінші профиль атауы деген жерде міне, мына жерде SMM, таргетолог, таплинг, визуал деп тұр. Бұл менің атқаратын қызметтерім. Егер де мен мысалға таргетолог іздесем, немесе визуал жасайтын адам іздесем, дәл осылай поискқа визуал деп жазам, және де менің алдыма дәл осы визуал деген атаумен менің страницамды адамға шығарып беретін болады. Түсініңіздер ғой, сондықтан да осы екі нәрсені шатастырып алмай, және де дұрыс толтыруымыз керек. Үшінші бізде профиль шапкасы. Профиль шапкасы дегеніміз қызметтің астында жазылып тұратын дәл осындай биография. Бұл жерде редактировать деген жерде биография деген жерде жазылып тұрады, жазылу керек тиіс нәрсе. Енді профиль шапкасы бізде 4-5 сұраққа жауап беру керек. Менің жасаған жұмыстарым, қанша оқушым бар, қанша командамда адам бар, мысалға бизнесте болсаңыз, әсіресе қазір сетевой маркетингте жоғарғы нәрселер жазылып тұрады. Мысалға сетевой маркетинг болсын, басқа болсын, қандай қызметтер екенімді, қандай портфолиом бар екенін, және де сізге көмектесетінімді жаза кететін боламын. Сондықтан да профиль шапкасында дұрыс толтыруларыңыз керек. Бесінші бізде сілтеме сайт. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің WhatsApp номерлеріңізді қойсаңыздар да болады сілтеме ретінде, және де сайттарыңыз болса, сайтты қойып қойға болады. Бұның қызметі, егер де сізге тапсырыс беретін болса, немесе курсқа жазылатын болса, дәл осы сілтеме сайт арқылы сізге өтетін болады жекеңізге. Сілтеме сайт дегеніміз мынау көк жазылып тұрған таплинк деп тұрған жер. Мысалға, көмегім қажет болса жазыңыз деп мен астына сілтемеге нұсқау беріп тұрмын, және де адамдар сол сілтеме арқылы маған өтетін болады жекеме. Және де актуальный. Актуальный бұл жерде енді түсінетін боласыздар, сторис арқылы сохранить етілетін заттар. Сториске мысалға сіздер керекті ақпараттар жазасыздар, тағы да басқа қыласыздар, соны өшіп кетпесін, адамдарға оқысын деген сияқты мысалға дейтін болсаңыз, дәл осыған актуальныйға сохранить етіп қойсаңыз болады. Мысалға толыққанды отзывтарды бір салып жинап қойсаңыз болады, салып сториске мысалға. Одан кейін мотивация болсын, курс болсын, басқа болсын, барлығын дәл осы актуальныйға жинап қоясыздар. Актуальный дегеніміз бізде редактировать дегеннің астында тұратын дөңгелек тердің барлығы бізде актуальный болып келеді. Жалпы бізде Instagram болсын, бағана айтқандай TikTok болсын, Facebook болсын, кез келген әлеуметтік желіде дәл осылай профиль сипаттамасы дұрыс жазылу керек. Дұрыс жазылу арқылы сіздердің подписчиктеріңізге сенім ұялатуға және де ең алғашқы сұрақтарына жауап беруге көмектесетін боласыздар. Сондықтан да дәл осылай дұрыс толтыра біліңіздер. Келесі видеода мен сіздерге страницаны дұрыс толтыруды көрсететін боламын. Олай болса, каналда жазыла кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер, қолдау білдіре кетіңіздер.